Ассаляму-алейкум қыздар. Ауызашардың 7-ші күніне арналған менюда сіздерге етсіз жасалатын әрі тойымды болып шығатын ыстық тағаммен салмасы өте ерекше әрі оңай дайындалатын печеньенің рецептісін ұсынғалы отырмын. Ең алдымен бір стакан горохты ыдысқа салып, жақсылап жуып алатын боламыз. Менде стаканның көлемі 300 мл, шамада 300 граммдай горох пайдаландым. Сіздер өз отбасыларыңызға қарай бұл рецепті көбейтіп жасасаңыздар болады. Жақсылап жуылған горохтарымызды үлкендеу ыдысқа салып, үстінен қайнаған ыстық су құямыз. Үстін тарелкемен жауып, 30-40 минут шамасында қалдырып қоятын боламыз. Енді печеньемізді дайындауға кірісеміз. 150 граммдай бөлме температурасында тұрған сары майға 3 немесе 2 ас қасықтай қант саламыз, 1 жұмыртқа саламыз. 2 ас қасық қаймақ немесе қаймақтарыңыз болмаса 3 ас қасықтай сүт құйып жіберсеңіздер болады. Жақсылап шаншқымен осылай мыжғылап араластырып алатын боламыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды, жарты шай қасық разрыхителімізді қосып, жақсылап қамыр илеп алатын боламыз. Қамырдың құрамында май көп болғандықтан, көп илеген сайын қамыр қолға жабыспақ бола береді. Осылай кішкене формасын ұстағаннан кейін илеуді тоқтатып, тоңазытқышқа 10-15 минутқа салып қоямыз. Осы аралықта қораптарда болатын құрманы алып, жақсылап жуып, ортасындағы сүйегінен ажыратып аламыз. Кішкене салқындаған қамырымызды үстелімізге ұн сеуіп, кішкене ұзыншалау етіп қолымызбен созып, теңдей 10 бөлікке бөліп аламыз. Егерде печеньелеріңіз кішкене кішілеу болғанын қаласаңыздар, 12-14 бөлікке бөлсеңіздер деп болады. Қамырларыңыз кішкене болған сайын салмасында кішірейтесіздер, яғни жарты құрманы салсаңыздар болады. Ал мен қамырды теңдей 10 бөлікке бөлгендіктен бір қамырға бір құрманы салма ретінде салдым. Енді пергамент немесе фольга төселген қағазымызға орналастырамыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минут шамасында беті қызарғанша пісіріп аламыз. Тамағымызға қосатын заттарымызды дайындаймыз. Бір сәбізді үккіштің ірі тісінен осылай шығарып аламыз, ал пиязымызды ұсақтап, төртбұрыштап турайтын боламыз. Біраз уақыт алдын ыстық суға бұқтырып қойған горохымызды қазанымызға саламыз. Үстінен тағы да су құямыз. Суларыңыз горохтың бетінен 1 немесе 1,5 см жоғары болып тұру керек. Үстінен лавр жапырағы және де аздап тұз бұрышын салып, жақсылап араластырып, орташа отта 20 минут шамасында қайнатып алатын боламыз. Табамызға аздап май құйып, жаңа турап алған пияздарымызды кішкене қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Кішкене осылай қызарып бастаған кезде үстінен үккіштен өткізілген сәбізімізді саламыз. Дәміне қарай тұз бұрыш салып, жақсылап 3-4 минут шамасында қуыратын боламыз. Осы уақыт аралықта біздің печеньелеріміз әп-әдемі болып пісіп шығады. Енді кішкене араларын жақындатып, мен үстінен қант ұнтаған себебін сіздер өздеріңіз қалаған әдісте бетін әрлесеңіздер болады. Бетінен шоколад ерітіп қойсаңыздар да өте керемет болып шығады. Тарелкемізге әдемі етіп орналастырып аламыз. Біздің горохтарымыз 40 минуттай суда бұқтырылып тұрғаннан кейін 20 минут ішінде осылай пісіп шығады. Енді үстінен жаңа қуырып дайындап алған пиязымыз бен сәбізімізді саламыз. Жақсылап араластырамыз және де 2-3 минуттай жоғары отта қайнатып алатын боламыз. Кішкене қайнағаннан кейін газымыздың астын сөндіреміз. Жаңа салған лавр жапырағын алып тастаймыз. Енді блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Блендерлеріңіз болмаса, измельчителді пайдалансаңыздар да болады. Нәтижеде бізде осындай керемет пюре сорпа шығады. Міндетті түрде тұзын көруді ұмытпаңыздар. Кем болып жатса, аздап тұз қосып жіберіңіздер. Дайын болған тағамымызды әдемі етіп ыдысымызға құйып аламыз. Үстінен қатырылған нандарды саламыз. Міндетті түрде бір нанды турап, пеште кішкене қызартып қуырып, осылай салып жесеңіздер, дәмі тіптен керемет болады. Қыздар, мінекей біздің ауызашарға дайындаған тағамдарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецепте сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Әсіресе мына печеньенің дәмі тіптен ерекше әрі дәмді болады. Видеоңызға лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер.